Қайырлы күн Айнұр Бектұрған ханымның оқырмандары. Бүгін 20 маусым. Яғни ертең Айнұр Бектұрған ханымның үлкен форумы басталады. Артымызда үлкен дайындық, алдымызда үлкен жауапкершілік. Яғни бұл влогта сіздерге ертеңгі форумға деген кадр сыртындағы көрінбейтін еңбек пен атмосфераны сіздерге сезіндіретін боламыз. Ендеше кеттік. Қайырлы таң Алматы. Бүгін күн ашық. Түтінсіз қаламызда таулар анық көрінеді. Жақыныңызбен бірге серуендеп қайтуды ұмытпаңыз. Міне бізде форум өтетін республика сарайының алдына да келдік. Біздің команда дайындық үстінде. Бізбен бірге жүріңіздер. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И асықпаймыз. 2, 3. Гүлжан асығып атсын. И 1. Пауза. Тұрамыз. Раз, 2, 3. И поклон. 4. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Неге әртүрлі болып кеттіңдер? Бойларыңнан сондай дүниені нарабатывать ету керек та, сондай қатты қобалжуды басу керек. Өздеріңіз жұмыс жасаңыздар, кітап оқыңыздар, дамыңыздар, қыздар. Дана ғасырдың дана қыздарымыздан ертеңгі би қойылымына дайындалып жатыр екен. Содан біз сұхбат сұрақ көрсек. Жүріңіздер. Кешіріңіздер. Можно? Бір-екі сұрақ қой жерсек қыздарға. Екі қызды бола ма сұрақ қойсақ? Кәні, мен деген қыздар келсінші. Так, екеулеріңіздің орталарыңызға тұрсам қарсы емессіздер ма? Все. Так, ой, қандай керемет, а? Так, білуімше сіздердің ең алғашқы дебюттарыңыз. И осы биге сіздер қателеспесем 3 ай уақыт дайындалдыңыздар. Дайындық барысында қандай қиындықтар болды? Бұл біздің алғашқы дебютіміз. Алматы қаласында осындай республика сарайында выступать етейін деп жатырмыз. Қобалжу бар, толқу бар. Ондай үлкен сахна ғой. Біз 3 ай қатты еңбектендік. Күні-түні барлығын ысырып қойып, тек осы концертке қатты дайындалдық. Енді еңбегіміздің нәтижесін көреміз деп ойлаймыз. Сіздің қобалжуыңыз уже сыртыңызға шықтырға сізде қандай әсері болып жатыр? Шыны керек, қобалжу бар, бірақ бәрі ойдағыдай өтіп жатыр. Командамызбен бірге бүкіл энергиямызды, эмоциямызды барлығын жан-тәнімізбен салдық. Бұйырса, ертең осы еңбегіміздің жемісін жейтін боламыз. Бұйырса, және де командаға сәттілік тілегім келеді. Бәрі жақсы болады. Білуімше, бұл би жай би емес. Бұл биде қандай бір мән мағына бар. Соны кім айтады? Бізде бұл биді әшейін қоя салу емес, ол бидің түпкі ойын жеткізу, біз би арқылы адамдарға жаңа өмір, шабыт, эмоция сыйлаймыз, және де шабыт, мотивация, жаңа өмір адамдарға сыйлау барысында биді қою емес, сол би арқылы өзіміздегі бүкіл жақсы заттарды жеткізуге, ол кісілерге одан сайын жаңа өмір сыйлауға тырысып жатырмыз, барымызды салып жатырмыз. Так, сіздерге көп рахмет. Енді ертеңгі күнге сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Жақсы, сау болыңыздар. Қыздарымыз өте қобалжып тұр. Бірақ биге деген махаббаттары өте ерекше. Ал енді келесі кезекте бізден мына жақта апыр салып жатыр екен. Сіз не түсіріп жатсыз? Көптеген сыйлықтар тасыйсыздар. Мен Айнұр ханымның сторисына түсіріп жатырмын. Қазір болып жатқан сәтте. Сіз сторисқа жауап бересіз? Негізі қандай қызмет атқарасыз? Негізі пиар бөлімінде жұмыс жасаймын. Осы Instagram, таргет бойынша контенттерді менің мойнымда. Контенттің бәрі сіздің мойныңызда, иә? Жоқ, қобалжу бар енді кішкене, бірақ бірінші рет емес, уже екінші рет. Нормально болатын сияқты. Екінші рет, та? Біріншісі? Шымкент қаласында болып өтті, 7 ақпан күні ұрпақты асылдандыру деген. Ол кезде енді бірінші тәжірибеміз, бұл екіншісі одан күшті болады деген ойдамын. Сіздерге сәттілік. Қанша уақыт дайындалдыңыздар? 6 ай почти. 6 ай? Оппо, жақсы. Енді сізге де көп сәттілік. Сіз бүгін қандай қызмет атқарасыз? Дәл қазір бүгін ба? Иә, бүгінгі. Жоқ, ертеңгі. Ертең ба? Иә. Ертең мен режиссерный пультта отырамын, полный сценариймен. Сахнаның LED экрандары, светтері, кімнен кейін кім шығады, барлығын дайындап шығарып. Список жазып, соның бәрін қадағалап отырасыз, да? Иә. Получается, болды. Ертең мазаңызды алсам қалай? Ала беріңіздер. Мен ортада бір жерде отырамын. Орным сол жерде болады. Все, сізге сәттілік. Давайте.
Құрметті ханымдар мен мырзалар, ертең сіздерге қызмет көрсетіп, қолдарыңызға арнайы браслет тағатын волонтерларды дайындап жатқан Жасмин ханымнан барып сұхбат алып қайтсақ қалай қарайсыздар? Жүріңіздер бізбен бірге. Жасмин ханым, кешірім сұраймын сөзіңізді білгеніме. Сізден бір сұхбат ала кетсек. Так, байқауымша сіз волонтерларға ертең қандай тапсырма болатынын бөліп беріп жатырсыз. Иә. Сөйлесіп алсаңыз болады? Бөліп беріп жатсыз. Иә, ертең болатын форумға бұйырса бізге волонтерлар өте керек болады. Бізде қонақтарды орналастыруға, олардың кіру жолын бәріне волонтерлар жауап береді. Сол үшін мен қазір соларды шақырып, бір күн алдын бүкіл ережелерін түсіндіріп жатырмын. Білуімше ертең секторлар көп болады. VIP, стандарт и комфорт. Соларды толығырақ айтып кетсеңіз. Бізде ертең форумда 4 пакет болады. Олар VIP, комфорт, стандарт и стандарт плюс. Сол жерлерге әркімнің алған билетіне қарай отырғызамыз, өзінің секторына байланысты. Сол үшін бүгін волонтерлар дайындап жатырмыз. Оларға кәдімгідей залдың схемасы жіберіледі, олар жаттайды. Сізде қанша волонтер бар? Менде бұйырса 50 волонтер, соларды алып шығамыз. Волонтерларыңыз көп бола берсін. Сізге де тағы бір сұрақтарым бар. Волонтерлар негізі осындай іс-шараға керек па? Иә, әрине керек, себебі команданың күші жетпейді, команданың өзінің жауапкершілігі бар, олардан бөлек бізге команда керек болады тағы. Онда сіздерге сәттілік тілейміз. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Ертең Кемел продакшн үшін өте ерекше күн болмақ, яғни ол кісілер 3 ай бойы дайындық жасады командасымен. Сол жұмыстың бәрін, яғни Республика сарайында көретін боласыздар. Ол жақта 3000-ға жуық адамның басын қосқан өте терең форум болғалы жатыр бізде. И команданың Алматыдағы штаб пәтеріне келдік. Мына жақта біздің, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, біздің мерчтарымыз, мына жерде футболкаларымыздың түрлері 3 түрінен бар. Асыл ұрпақ деген өте ерекше футболкаларымыздың бірі. Бұларда ақ және де қара түстерінен бар. Мына жерде шынар ағаш дейтін бар. Тоже ерекше. Бұл футболкалардың барлығы 100% мақтадан жасалған. Мынау артында тұрған суреттің өзі бір арнайы дизайнмен жасалған. Яғни бүйтіп ұстап нетсеңіздер де ешқандай зақым келмейді. Артынан андай артық нәрсесі жоқ. Киген кезде өте жеңіл сезінесіздер. Мына жерде бітпес шаңырақ дей ма, бітпес ою ма, осындай шексіздік қой, короче. Мына жерде қарап тұрсаңыздар өте ою мына жаққа дейін келеді. Ата-анаңнан бүгін бата алуды ұмытпа дейді. Өте ерекше жазумен. Мына жерде біздің орамалдарымыз берекелі шаңырақ деген. Бұл орамалдар 100% жібек жіптен тоқылған, яғни өте жеңіл, адамның денесіне өте ыңғайлы, приятный десек те болады. Мына жерде тағы бір несі бар, шынар ағаш деген, тоже жібекпен тігілген, өте ерекше. Бұларда бір 2 рассветтен ғана бар екен, өкінішке орай. Бізде өзіміздің күнделігіміз бар айтпақшы. Мына жерден ала салайын. Тоже шынар ағаш деп жазылған, өте ерекше, көріп тұрғандарыңыздай. Ішінде қазір ашынасы көрсетейін. Сіздерге мына жаққа күндеріңізді қалай өтеді, соны жазып шықсаңыздар болады. Алғыс, шүкіршілік күннің 3 маңызды ісі дейді. Анаға хат жазу дейді. Құндылықтардың көп нәрсесі осы кісіде деп ойлаймын. Бір кішкене өзім осыны жүргізіп жатып бір рухани байып қалдым десем де болады. Енді ертеңгі форумға біз өте қызу дайындықтамыз. Тимеген жерді көз көрмейді, тілді тимейді. Қазақтың қыздары пәк ештеңе білмейді дейді. Ата-анасы еркелетіп бұны мәпелейді. Қыз өссе елдің көркі қарындасын дейді. Бізде қазір сағат түнгі 12-ден асып кетті, көріп тұрғандарыңыздай. Бізде мына жақта қызу дайындық болып жатыр. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай артымызда LED экран болады. Бұны таңғы сағат 8-ге шейін қойып үлгеруіміз керекпіз. Ал мына жақтағы команда мүшелерінен барып сұхбат сұрап қайтайық. Жүріңіздер. Саламатсыздар ма, сіздерден сұхбат алсақ. Сіз командада қандай қызмет атқарасыз? Мен куратормын. Айнұр ханымның форумына көмектесуге келдім. Бірінші рет сахнаның сыртында қалай болатынын бірінші рет көріп тұрмыз. Басқаша әсер болып тұр. Бұндай өмірімде бірінші рет болып тұр. Ертең форум қалай өтеді деп ойлайсыз? Ойдағыдай өтуге сенесіз бе?
200% сенем. О, рахмет көп сізге. Ынтасы ғой бұл жерде ең бастысы. Халық ынталы болып тұр. Керемет өтеді деп сенімдім. Все, көп рахмет. Сіздер? Отдел продажда жұмыс жасаймыз. Отдел продажа? Екеуіңізде ма? Иә. Екеуіңізде. Билеттердің бәрін сатамыз. Осы билеттер бар емес, сол жерде отыратын адамдардың бәріне біз алып келеміз. Сіздер үшін жақсы. Сіздер? Сізден тағы да бір сұхбат алайын, иә? Сахна LED экран қалай болады деп ойлайсыз, ойдағыдай шыға ма? Әрине ойдағыдай шығайды. Таңға дейін жасайды ғой енді. Таңға дейін қанша сағатымыз бар? Таңға дейін так. Бізде ровно 8 сағат бар. 8 сағатта үлгереді деп ойлайсыз ба? Әрине үлгереді. Өз мамандары ғой. Болды. Сіз қандай қызмет? Мен қазір балдар заттарды тасып соларды алып келдім. Ол біздің неге ертең қатысушыларға арналған бейджиктеріміз, блокноттарымыз. Бейджик, блокнот, соның бәрі команда мүшелеріне арналған заттар. Қатысушыларға арналған. Қатысушыларға арналған. Иә. Болды, көп рахмет. Сізге сәттілік. Рахмет. Энергияңыз таусылмасын. Саламатсыз ба? Сізден сұхбат алсақ. Саламатсыз. Сіз осы форумда қандай қызмет атқарасыз? Команданың мүшесімін. Ертең біз бақ өкілдерімен жұмыс істейміз, және келген қонақтармен қарсы аламыз, солармен бірге боламыз. Сіз күтіп аласыз, яғни, иә? Күтіп аламыз, иә. Мынау сізге қалай жұмыс барысы болғаннан болады, қызық дейді ғой, қандай қызықты оқиғалар болды? Өте бір маңызды, пайдалы форум болады деп жатырмыз. Қазақтың кодын ашатын, қазақ деген жүректі соғатын, ерекше Айнұр ханымның дәрісі болады. Ерекше ол, біз Набай, Шәкәрім аталарының білімдерін қазіргі заманда заманауи қандай маңызбен біз білуіміз керек. Ол біз ілімді іліп алуымыз керек. Сонда ол нағыз ғылым болады. Оны ары қарай біз оны қылу керек. Әл-Фараби айтқан бір цепочкасы болған, білім, ғылым. Сол туралы ертең естуге болады. Келіңіздер, кім әлі ойланып жүрген, әлі билет сатып алуға болады. Сондай мүмкіндік болса, келіңдер. Ертең де билет сатылады. Келіңдер. Все, сіздерді күтеміз. Сізге көп рахмет. Сіз командада қандай қызмет атқарасыз? Командада мен онлайн семинарға жауап беремін. Онлайн семинардың өтілуіне, ол жерде бүкілін қамтамасыз етіп, чаттарға жазып, полный өтілуіне. В общем, запись беруге еще. Қалай? Онлайн семинар өткеннен кейін біз онлайн алғандарға бір апталық доступпен запись береміз, и соны беруге. Енді қазір сізде қобалжу бір нәрсе болып жатыр ма? Мен алдыңғы семинарда болған кейін қатты қобалжу жоқ, но все-таки болады ғой. Алдыңғы семинардан қандай бір айырмашылығы бар? Алдыңғы семинардан прям бүкіл нәрсе айырмашылық өте көп. И ол жақта да мен басқа жауапкершілік алғам. И бұл жақта басқа жауапкершілік үлкен опыт болып жатыр. Көп рахмет сізге. Сәттілік. Сау болыңыз. Сіз командада қандай қызмет атқарасыз? Командада мен бір белгілі бір қызметім жоқ. Бүкіл қызметті атқарам. Бәріне мынаны істе шауып кете берем. Былай қарағанда барып кел шауып кел сияқтымын мен болған. Сіз администратормын десеңізші? Ұйымдастырамын да, билет те сатамын, сценарий де жазамын, әншілермен де сөйлесемін. Енді разнорабочий дейді ғой енді бұндай адамды. В общем, жауапкершіліктің көбі сізде. Мүмкін менде. Сіз өткен семинарда болдыңыз ба? Әрине өткен семинардың басқасында болдық, жүрдік. Шымкент қаласында өткен ұрпақты асылдандыру атты семинар 2000 адам жиналды. Қызғалдақ сарайында болды. Енді бұл жолы бұйыртса 2700, яғни 3000-ға жуық адам. Бұйыртса енді 10 сағаттан кейін сонша уақыттан бері жасалған еңбектің нәтижесін көреміз. Командамызбен бірге, басшыларымызбен бірге жасалған ауқымды жұмыстың нәтижесін көрермендер көреді, келген оқырмандар көреді. Айнұр ханым. Сізге көп рахмет. Жұмысыңыз өте ерекше екен. Сіздің еңбегіңіз осы жерде ертең көрінеді деп ойлаймын. Бұйыртса енді дұға тілеп қойыңыздар. Ертең мына видеодан ұялып қалып жүрмейін, ертең мына видеоны алып тастаңыздар, өтініш деп сіздерге жалындым. Алмайсыз. Сізге көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Администратор деуге де келеді, бірақ администратор емес, контент мейкер деуге де келеді, бірақ контент мейкер де емес та. Ол кісінің жұмысы өте көп, өте қалай айтсам болады, жауапкершілігі мол, жұмыстардың бірін алып жүр. Есімі Зарина дейтін ханымнан барып сұхбат алып қайтайық. Ол кісі қазір сторисқа жұмыс жасап отыр деп ойлаймын.
Так, мына жақта бір нәрсе айтып жатыр. Қазір күте тұрайық. Бір-бірімізді сыйлайық, құрметтейік, қошеметтейік. Мына жақта тоже бір бәле түсіріп жатыр екен. Біз де барып сұрақ көрейік. Жоқ. Саламатсыз ба? Сіз енді бағана басқандай формада жүрдіңіз. Бүгін қазір уже сәл дайындалған сияқтысыз. Қазір қандай қызмет атқарып жатсыз? Сол баяғы сторис ба? Иә, сол баяғы контент, сторис барлығын түсіріп алу керек. Өйткені бұл жерде қаншама команданың жұмысы, өздеріңіз көріп жатырсыздар. Сахнаны біз нөлден құрастырып жатырмыз. Бұның барлығы еңбек. Соны халық көріп, біліп, түсіну керек деп ойлаймын. Бұл оңай емес әрине. Камераға тағы бір-екі ауыз сөз айтып кетсеңіз. Сіздер Дана ғасыр форумына келсеңіздер, міндетті түрде Даналықтың кілтін алып кететін боласыздар. Сіздерге көп рахмет. Енді мына жақта біздің операторларымыз бар. Сонау Шымкенттен алдыртқан. Брат, сізден сұхбат алып жүрсек. Сіз қандай қызмет атқарып жатсыз деп сұрасам қате ма? Жоқ, қате емес. Біз осы форумда видеографтармыз. Ертеңгі Инстаграмның рилстарына жауап береміз. Жалпы форумның жалпы видеосын, моменттердің барлығын осы жауапкершілігімізге аламыз ғой. Білуімше сіздерді Шымкенттен алдыртты, иә? И Шымкентте сіздер сол жақта болған форумды сіздер де түсірдіңіздер, қателеспесем. Иә. Толқамалында болған ретритті 3 күндік YouTube форматта, YouTube каналға барлығына біз шығарғанбыз. Ол кезде қалай болды? Керемет. Ойдағыдай. Ертеңгі күнді қалай ойлайсыздар? Ертеңгі күн енді жауапкершілік мойынға артылғаннан кейін оны абыроймен алып шығамыз ғой. Көп рахмет сізге. Жақсы. Мына жақта біздің мобилографымыз и видеографымыз. Ассалаумағалейкум. Сізде қателеспесем, сол Шымкенттен келген команданың бір мүшесісіз. Енді қобалжу дейтін нәрселер болып жатыр ма сізде? Әрине болады ғой енді. Бірақ қатты былай емес, қалай айтсам болады. Жақсы жағынан ғой. Барынша былай қуанышты қобалжу ғой. Негізі қалай команданың жұмысы, мына жақтағы ағаларымыздың жұмысы қалай ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Иә, өте жақсы, керемет. Өте жоғарғы уровеньде ғой. Уровеньде? Команданың несі қалай айтса болады? Командалық жұмысы? Команда өте ұйымшыл ұжым. Сол жағы өте керемет. Сізге көп рахмет. Егер тағы да осындай форум болып жатса, сіз бізбен жұмыс жасауға дайынсыз ба? Әрине дайынмын. Сатуармен сатуар тұрады, сатуарда сандуғаш пен алия тұрады. Мына жағында, получается, футболки болады. Их всего 22 штуки. Сосын орамал болады, орамал всего 400 штук. Инстаграмда сол көрсетесіздер ғой, бірақ олар по факту алған кезде тиш бумагамен пакетпен алады да. И олар айтады, мен Инстаграмнан да көрдім ғой, не үшін мынандай жердім дегенге возражениеға біз сразу делаем скидку. Мы им сейчас предусмотрели, маржа бойынша какой-то скидка береміз. Из-за того, что бізде упаковка, мынандай нәрсе жоқ. Қазір сіз осындай бағаға аласыз деп күнделіктен де кішкене скидка делаем. И неден де футболкадан да, неден де, и сатуардан да. Сатуар упаковкасымен сатылатын сәл жоғары баға болады. Біз мынандай материалға салып беретін болсақ, сәл арзан баға болады, потому что это возражение клиентов. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай бейджик команда мүшесіне де және де қатысушыларға да арналған бейджиктер бар. И ар жақта командамыз суларды тасып жатыр. Жүріңіздер, барып көрсек те болады. Көріп тұрғандарыңыздай каждый қонағымызға су, блокнот и ручка беріледі екен, чтобы осындай деңгейдегі қызмет көрсетіліп жатыр. Мына жерде не таратасыз? Так, бізде ертең келетін ханымдарға, мырзаларға осындай не береміз, блокнот. Айнұр ханым білім жазып алу үшін, и оларға андай күшті сөздер жазып қойдық. Біреуін оқи кетсеңіз? Не оқиын? Бізде семинарларға 4200 адам қатысты, офлайн, Шымкент қаласында. Сосын бізде мынандай күшті нелер бар, сатуарлар, күшті заттар бар. Ертең сатамыз осыларды. Осыларды қосып қойдық, и мына жерге өздерінің алатын білімдерін жазып шығады. Ақпарат алдымызда кеуарға өтеді. Өте керемет. Тағы қандай заттар қойылады? Тағы бізге VIP пен комфорт алғандарға бөлек браслет, бейджик беріледі, одан кейін су беріледі. Олар себебі 6 сағат бойы білім алады, концерт көреді, оларға су беріледі, и ручка беріледі. Все, көп рахмет сізге. Жұмыстарыңызға сәттілік.
сіздердің жағдайларыңызды жасап берудеміз. Кешіріңіздер. Сіздер қандай жұмыс жасап жатсыздар, қандай қызмет? Ертеңгі күнгі кім қай жерде отыратын, яғни гримерный бөлмені дайындап жатырмыз. Мына жерде ең бірінші Кемел продакшн басшылық, яғни өзіміздің командамыз отыратын болады. Кіріп көріңіздер. Кіріп көрейік. Яғни сіздер осылай әр жұлдызға осындай бір бөлме бересіздер, Иә, әрине міндетті түрде жүргізушілерімізге Нұрлан Әлімжанов, Әйгерім Қалаубаева, Арсен Акиев, Мереке Қалбаева, міне әншілеріміз біздің Кемел шоу балетімізге арнайы скрипка тартатын өнерпаздарға, және біздің бас спикеріміз Айнұр Бектұрған ханымға, және біздің хедлайнер Рай Мерке өздерінің жеке бөлмелерінде отыратын болады. Көп рахмет сіздерге, жұмыстарыңызға сәттілік. Мына жерді қарасаңыздар, гүлдендіріп қойған ғой біздің командамыз дейтін өте белсенді жұмыс жасап жатыр. Сыртта біздің мерчтарды сататын орын арнайы тұр, дайын тұр уже. Мерч сататын орын дайын уже. Жүріңіздер бізбен бірге. Еще бізде баннер бар екен, оны да көреміз. Ана жерде көрсеңіздер, үлкен баннер ілініп тұр екен. Бір емес, 2 баннер. Жүріңіздер, баннердің астына барайық. Мына жерге тағы да баннерлар қойылатын сияқты, өйткені тағы да бір баннердің ағаштарын дайындап жатыр. Жүріңіздер, бірінші мына баннерден басайық. Осы форумда сатылатын мерчтарымыз, мына жерде көріп тұрғандарыңызға күнделік, сувенир, жаңағы айтып өткендей футболкасы мен орамал. Ар жақта тағы қателеспесем термос екен. Өте ерекше дизайнда жасалған термосымыз бар. Арт жағында тағы бір баннер бар екен, Айнұр ханымның. Жүріңіздер бірге. Мына жерде түсіре кетсеңіздер. Мына жерде тағы үлкен бір баннер тұр. Цепочка дейма, сондай сияқты қателеспесем. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай үлкен шынар ағаш күнделігі. Үлкен баннер болады. Біздің дана ғасыр, жаңа ғасыр деп жазылып қойыпты. Үлкен баннеріміз Айнұр ханымның, көріп өткендеріңіздей. Мына жақта мерчтардың орындықтары, столиктары дайын тұр. Енді бұны 9 метр қып жаят деп естідім, қателеспесем. Мына жерге біздің мерчтарымызды қоядым. Мынандай осындай арнайы столдар алынған екен. Бұл столдарды қателеспесем осы жерде, осы төңірекке ұзын қып 9 метр қып жаяды. Біздің мерчтарды сатады. Мына жерде қателеспесем. Міне көріп тұрмын, біздің күнделіктеріміз осы сақадай сай. Қателеспесем, біздің тағы футболкаларымыз келеді, термосымыз келеді, орамалымыз келеді. Сосын кейін цепочкамыз да келеді. Ал әзірше осы біздің командамызға сәттілік. Гүл ұстап тұрған гүлденімізден. Гүлден? Қателескеттім, кешіріңіз. Гүлзипа дей салмадың ба? Кешіріңіз. Гүл ұстап тұрмын, себебі мен бүгін жайдарман ойындарында жайдарманның тарихына сондай бір із қалдырғаным үшін, еңбек сіңіргенім үшін медаль алған болатынмын. Осы Дана ғасыр форумының негізін қалаған жан, продюсер, ақын десең. Бір кісіден осындай гүл сыйлық берді, рахмет үлкен. Бізде қазір қызу дайындық, бізде деп қойсы өзі қазір келгесінде команда, 1000 команда осы Дана ғасырға келетін жандар үшін қызметте. 24-7 таңға дейін ешқайсында ұйқы жоқ. Сондықтан Құдай қаласа осы Дана ғасырға келген әрбір жан, Құдай қаласа сіздер өте дана жансыздар, себебі өз-өздеріңізге осындай жақсы дүниені ұсына алдыңыздар, бұйырта алдыңыздар.
келуге өздеріңізді лайықты санай алдыңыздар. Сондықтан дана ғасырға келген жандардың барлығы Алла қаласа ұшасыздар деп қояйыншы бұйырса. Себебі білім алған адам ешқашан жерде қалмайды, ал сіздер бүгін тек қана білім алмайсыздар, энергия алмасасыздар. Сондай бір керемет мықты жоғары жақта жүрген жандарды, қасиеті бар жандарды көріп, солармен бірге энергия алмасып, солармен бірге осындай бір жерде отырып, сезініп дейтіндей бұйырса, сіздер де өте жақында дәл сондай жан боласыздар. Сол тағы не айтайын? Сұрақ қоймай жауап бергенсің ғой үшін. Көп рахмет сізге. Жақсы, сәттілік команда, Алла жар болсын, Алла абыроймен осы бір дүниені жоғары деңгейде алып шығуымызды нәсіп етсін. Ең мықты номер 1 Кемел Продакшн ағайын. Все, рахмет көп сізге. Гүл ұстаған гүлден болды ма? Гүл ұстаған гүлімізге еді ғой негізінде. Кешірім сұрайым. Мінеки біздің алдыңғы қатардағы VIP орындарымыз барлығы қойылды, көріп тұрғандарыңыздай. Осындай іс-шараны жасап атқан біздің командамызға үлкен рахмет. Азаннан кешке шейін тынбай еңбектенуде, көріп тұрғандарыңыздай әлі де жұмыс жасап жатыр. Кеттік сол кісілердің бір-екеуінен сұрақ көрсек. Нанның ішінде не сабатсыздар? Бұның ішінде VIP қонақтарға арналған блокнот бар, брошюра бар, ручкасы бар өздерінің. Көрсете аласыз ба? Мен новый ашып салайыншы, соңынан кейін ашып оқиын. Аха. Бізде, короче, ішінде осылай көрінеді. Өзінің дана ғасыр деген именной блокноты бар, одан бөлек ручка запасымен бірге. Бұның жанында еще мынандай дана ғасыр деген брошюра болады. Бұның ішіне полный Айнұр ханымға қатысты біздің жеткен нәтижелеріміз, жетістіктеріміз бәрі жазылған. Өте ерекше. Таңға шейін үлгересіздер ма? Смело үлгереміз. Қалай? Смело үлгереміз. Балда. Сіздерге сәттілік, күштеріңіз талмасын, энергияларыңыз бітпесін. Рахмет. Балда. Так, бізден мына жақта ертеңге болатын бишілеріміздің киімдерін үтіктеп жатыр. Сізден бір-екі сұрақ, сұхбат болса, әрине. Естуімше бұл киімдерді 3 ай тіккен. Қалай болды бұл процесс, кім тікті деген сияқты? Бұл киімдерді біз басынан тіктіріп, шетелден тіктіргіздік. Осы Қазақстанда анау сұр қазақша костюмдерімізді тіктіргіздік батырлардың. Осы киімдерді біз шетелден тіктіргізіп алып келіп, әр қыздың размеріне алып, олардың бойында есептеп, жақсылап, әдем тұру үшін әр нюансын қарап тіктіргіздік. Олардың жеткізуі бар, оған да уақыт алды, олардың переделкасы болды қанша. Бәрін сол сценада әдем көрініп тұру үшін барымызды салып, жақсылап шығардық. Бұл негізінде тек 2 образ тұр қазір. Кейін бізде гала ужында одан да күшті әдемі көйлектеріміз болады. Гала ужында қанша образ болады? Гала ужында бізде көп образ, бишілердің образдары болады, және біз модельдерді аламыз, модельдердің образдары болады. О жерде как живая статуя сияқты қыздар тұрады, біздің қонақтарды қарсы алып, оларға жолын көрсетіп дегендей. Біздің массивный бас киімдері болады, әдемі люстра секілді. Олардың бәрін көресіздер кейін. Бәрі күшті болады, сіздерге ұнайды деген үміттеміз. Бір киімді бізге көрсете аласыз ба? Әрине. Қарсы болмасаңыз. Қараңыз, бізде осы қазір простенький сияқты көрініп тұр, бірақ бұның көп детальдары болады. Міне мысалға біздің осы бірінші образдың детальдары болады, осындай элементтер болады. Бұны қыздар оның ішінен киеді, әдемі көріну үшін, және олардың шаштарына шаш бауы бар, осылай көрсетіп. Ұзын бұл бізде психологический биге арналған. Ол жерде әшейін әдемі би ғана емес, бірақ оның терең ойы бар, глубокий замысыл. Оның бәрін кейін сахнада көріп, негізі мына заттармен шектелмейді, иә? Тек бұл заттармен шектелмейді, бұл ең маңызды заттар деп айтса болады. Және осы Қазақстанда тіктірген көйлектеріміз ең мықты деген тігіншілерге тіктірдік. Осы киімдер бізде ең қымбат шықты деп айтсақ болады.
ең қымбат шықты. Бұларды тоже арнайы тіктірді да? Арнайы тіктірдік. Әр қыздарында өздерінің киімдері болады. Мұны көрсеңіздер, өздерінің аттары жазылып тұр. Әр қыздың өзінің размері бар дегендей. Вау. Қыздарымыз сценада жұлдыз ұқсап жану үшін бәрін жасадық. Олардың қаншама элементтері бар, қандай детальдары бар, оюлары бар. Өте ерекше екен. Иә, белдіктері бар. Осының бәрі ішінде тұр. Кейін сценадан осының бәрі әдемі көрінеді. Және бұлардың ең күшті элементі ол перчатки, қолына киетін. Олар бүйтіп түнде свет сәл жарқырайды ма? Иә, жарқырайды. Бізде ол жерде светомузыка болады, LED экрандардың бәрі жанып тұрған кезде Қолдары ерекше жанып тұрады. Қолдары тоже ерекше жанып тұрады. Соның бәрін сіздерге көрсетуге біз қазір асығыс болып дайындап отырмыз. Все, көп рахмет сізге. Жұмысыңызға сәттілік. Рахмет үлкен. Қалғанын енді таңға жуық немесе ертең сіздерге түсіріп көрсететін боламыз. Ал әзірше осы. Сәл жақсы болыңыздар.